Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осы торттың рецептісін бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы өте қолжетімді, үйдегі бар заттармен. Сонымен қатар менің YouTube арнамда көптеген басқа да тәттілердің рецептісі бар. Менің каналыма тіркеле өтіңіздер. Менің каналымдағы көптеген тәттілерді жасап көрсеңіздер болады. Ал енді біз тортымызды жасауға кірісеміз. Көріп тұрғандарыңыздай 10 жұмыртқа, бірақ 10 жұмыртқаның 5-еуі ақ бисквитке, 5-еуі қара бисквитке қажет болады. Ең бірінші біз қара бисквитімізді жасап аламыз. Ол үшін 5 жұмыртқаның ақ уызынан сары уызын ажыратып алатын боламыз. Кремі де өте қарапайым, ешқандай сливки, творожный сырды қажет етпейді. Осылай ақ уызынан сары уызын ажыратып, 5 жұмыртқамызды жасап алатын боламыз. Енді барлығын ажыратып алғаннан кейін басқа үлкендеу ыдысқа ақ уызымызды саламыз да жақсылап миксерлейтін боламыз. Сәл көпіршік пайда болған кезде үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды бірден салмаймыз, 2-ге бөліп саламыз. Міне бізде өзінің формасын ұстайтын меренге шығады. Енді үстіне сары уызын саламыз. Бір араластырып, үстіне какаомызды, ұнымызды және разрыхителімізді саламыз. Барлық зат електен өткізу қажет. Енді астынан үстіне қарай аударып отырып араластырамыз. 22 диаметрлік формаға салып, жақсылап орналастырамыз. Енді пісіріп аламыз. Ол қара бисквит пісіп жатқанда біз ақ бисквитімізді дайындаймыз. Ақ бисквитті де тура жаңағы қара бисквит сияқты пісіріп аламыз, тек қана бұл жерде какао қосылмайды. Құрамдары да бірдей болады. Бірақ бұны да астынан үстіне қарай араластырамыз. Енді кремін жасап аламыз. Креміне бізге қаймақ пен вареная сгущенка қажет болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мен миксермен араластырып алдым. Сіздер қолмен араластырсаңыздар да болады. Крем дайындап болғаннан кейін ақ бисквитімізді де пісіріп алатын боламыз. Міне біздің 2 бисквитіміз де дайын, пісіп шықты. Байқасаңыздар, қара бисквит сәл тығыздау, себебі құрамында какао бар. Енді арасын әсемдік үшін сәл қамырынан алатын боламыз, тестасынан. Ағынан да тура осылай алып шығатын боламыз. Екі бөлікке бөліп аламыз. Және де қамырынан осылай алып аламыз. Ал енді тортты жинау үшін қайнақ суымызға қантты салып, пропитка ретінде қолданамыз. Үстіне кремімізді жағып, ақ қара бисквиттерді бірінен кейін бірін қойып, тортымызды жинап алатын боламыз. Кремімізді шет-шетіне де жағып шығатын боламыз.
себебі шет-шетіне де біз крошкамызды сеуіп шығатын боламыз. Әсемдеу әркімнің өз еркінде. Мен осылай әсемдеп шықтым. Сіздер басқаша әсемдесеңіздер де болады. Енді екеуін бірге араластырып, шет-шетіне жағып шығатын боламыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Бірден кесіп жей берсеңіздер болады. Міне мен кескен түрін көрсетейін. Байқасаңыздар өте жұмсақ, өте биік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған Айдана.